Шакур Стивенсон, Уильям Запеда, Давид Мариэль, Имам Хатаев және Эдгар Берланга, Альберто Пуэлло келесі жекпе-жектерін кімдермен өткізгендері дұрыс. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Өткен шығарылымда кешегі бокс кешінде өнер көрсеткен боксшылардың алдағы жекпе-жектеріне байланысты матчмейкерлік көзқарасымды сіздермен бөлісіп өтемін деген болатынмын. 61 келі 200 грамм салмақ дәрежесінен бастайтын болсақ, мысалға Шакур Стивенсонның келесі қарсыласы кім болғанын дұрыс деген сұраққа былай жауап берер едім. Шакур Стивенсон өзінің паундтық жекпе-жекшілер қатарында екендігін дәлелдеді, яғни әлемнің ең үздік боксшыларының бірі екенін. Уильям Сепеданы жеңіп, WBC тұжырымы бойынша жеңіл салмақтағы чемпиондық белбеуін қорғап қала отыра, дәл осы тұжырымның королі екенін де дәлелдеді. Көптеген бокс жанкүйерлер жақсы біледі деп ойлаймын. Шакурдың арманы WBA чемпионы Джервонта Дэвиспен айқасу. Алайда бұл жекпе-жекті ұйымдастыру оңай болмайды. Джервонта Ламонт Роучқа реванш беруі тиіс. Алайда бұл жекпе-жек өтпей қалуы мүмкін деген сыбыстар да бар. Оның үстіне жақында Джервонта Дэвистің заңмен мәселелері шығып, реванш мүлдем болмайтын сияқты. Осы жағдайда ең дұрыс шешім Шакур Стивенсон мен Ламонт Роуч арасындағы жекпе-жекті ұйымдастыру өте тиімді деп есептеймін. Және бұл барлық тарап үшін тиімді болады. Біріншіден, Шакур үшін Джервонта Дэвистен мықты екенін дәлелдеуге мүмкіндік алады. Екіншіден, Ламонт Роуч үлкен жекпе-жекпен жақсы гонорарға иеленеді. Ал үшіншіден, танк, яғни Джервонта Дэвис Роучпен реваншсыз-ақ өз жолымен кете алады. Себебі Джервонта Дэвис Ламонт Роучпен өткен алғашқы жекпе-жекте қандай қиындықтарға ұшырағанын баршамыз білеміз. Ол екеуінің текетірестігі сонау әуесқой бокстан басталған. Және сол кездерде де Ламонт Роуч Дэвистен мықты екенін дәлелдеп жүрген. Ал Джервонта Дэвиске Ламонт Роучтан кәсіпқой бокста жеңіліске ұшырау өте тиімсіз екенін ол жақсы біледі. Ал қосалқы нұсқаларға тоқталатын болсам, Шакурдың бұрын жоспарланған қарсыластары Флойд Скофилд немесе Джо Кардиналар. Бұларда өте жақсы нұсқа деп санар едім. Ал Сепедаға келетін болсақ, біріншіден Сепеда 63,5 келіге де ауысуы әбден мүмкін. Ол жақта да ол үлкен жекпе-жектерге шығуға мүмкіндігі бар. Шакурмен шыққан жекпе-жекте өз шеберлігін көрсетті, тамаша өнер көрсетті. Егер Джервонта Дэвис заң проблемаларына байланысты ұзақ уақытқа шеттетілсе, WBA ұйымы жеңіл салмақтағы регуляр белбеуін бос деп жариялап, Сепедаға мүмкіндік беруі керек деп ойлаймын. Сепеда дәл осы салмақта престижді 4 белбеудің біреуінде чемпион болып отыруға лайықты боксшы екенін кешегі жекпе-жегінде дәлелдеді. Ал WBA ондай мүмкіндік берген жағдайда ықтимал қарсыластар ретінде рейтингте жоғары тұрған Флойд Скофилд, сондай-ақ Энди Круз секілді боксшылар Сепеданың мансабын ары қарай көркейтуге үлкен үлес қосар еді. Бірақ жекпе-жекке келетін болсақ, Скофилдті жеңуі мүмкін. Бірақ кубалық олимпиада чемпионы Энди Крузты жеңу қиынға соғады деп ойлаймын. 59 келідегі чемпион мексикалық Эммануэль Наварате 61-ге көтерілсе, Сепеда екеуінің арасындағы жекпе-жек нағыз мексикалықтардың айқасы болады. Немесе бүгінгі күнде 63-жарымда өнер көрсетіп жүрген бұрындары сол 61 келіде атой салған боксшылардың бірі Исак Круз Сепеданың жекпе-жегі қызық болар еді. 61 келіге байланысты матчмейкингтік көзқарас менде дәл осылай. Алып қосарларыңыз болса төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Ал Берланга Шираздан жеңілді. Одан кейін не болады деп ойлаймыз? Берланганың Хамза Шираздан жеңілуі шок емес. Шок желідегілердің оны бірден есептен шығара салуы. Ол үшін әлі де қызықты ақшалы жекпе-жектер өте көп. Әсіресе Эль Хайманның BBC жобасы аясында. Ықтимал қарсыластарға тоқталатын болсам, Кейлип Плент уақытлы әрі тартысты айқас. Джермал Чарло үлкен жекпе-жек, үлкен қаражатқа ие болатын кездесу деп есептеймін. Ал Хейме Мунгуямен егер допинг дауға тыныштала қалса, нағыз тартысты айқас болар еді. Ал аталған 3 боксшыны жеңсе, Эдгар Берланга чемпиондық жекпе-жектерге қайтадан мүмкіндік алуға ие болады деп есептеймін. Енді кешегі кештегі 63,5-ға келетін болсақ, Пуэлло Матиастан ұтылды. Ендігі қарсылас кім болады деп ойлайсыз? Менің ойымша WBC супер жеңіл салмағында Альберто Пуэлло даулы шешіммен белбеуінен айырылды. Төрешілер нокаутер Суприел Матиасты мықтырақ деп таныды. Ал енді Пуэллоға байланысты матчмейкер ретінде жақсы ұсыныс былай болар еді. Ең жақсы нұсқа WBA чемпионы Гэри Антуан Расселмен реванш. Бұл айқастың маңызы зор. Себебі Альберто Пуэлло бұған дейін дәл осы Расселді жеңіп WBC белбеуін иеленген. Гэри осы жеңіліс үшін қарымта алғысы келетінін осыған дейін бірнеше мәрте айтып жүр. Бірақ ол реванш алам деп жүрген кезде Пуэллоның белбеуінде WBC белбеуі болды. Сондықтан ол унификациялық жекпе-жекті қалады. Чемпиондық белбеуі жоқ Пуэлло Расселге қызық бола ма, қызық болмай ма? Ол да үлкен сұрақ. Ал соңғы нұсқаға тоқталатын болсам, жекпе-жек өте тартысты, тең дәрежеде өткеннен кейін Пуэлло мен Матиасқа
қарымта жекпе-жек өткізіп, яғни реванш жасап, шын мәнінде кім мықты екенін қайтадан рингте көруіміз керек деп ойлаймын. Одан кейін Мариэль мен Хатаевтың жекпе-жегіне байланысты тоқталып өтетін болсам, бұлардың алдағы уақыттағы қарсыластары кім болады? 79 келі салмақ дәрежесіндегі бұрынғы WBA регуляр чемпионы Давид Мариэль Имам Хатаевты өте даулы шешіммен жеңді. Сондықтан ең қисынды нұсқа бірден реванш ұйымдастыру деп ойлаймын. Мариэльге қатысты мәселе мынандай: оны жылдам чемпион етті, бірақ қарсыластары әлсіз болды. Енді жоғары деңгейге шыққанда оның әлі де көп нәрсені үйрену керек екені көрінді. Егер реванш болмаса, оған тәжірибелі, бірақ мансабының шыңынан өткен боксшымен жекпе-жек өткізу керек деп ойлаймын. Мысал келетін болсақ, Олимпиада ойындарының қола жүлдегері украиналық Александр Гвоздик Мариэльдің ары қарай бокстағы шеберлігін дамытып, тәжірибесін молайту үшін Александр Гвоздик өте жақсы нұсқа деп ойлаймын. Ал Имам Хатаевқа келетін болсақ, егер реванш болмаған жағдайда, Хатаевты стильдік тұрғыда ыңғайсыз боксшымен айқастырған жөн. Қалай бейімделетінін көру қызықты болар еді. Мысалы келетін болсақ, Линдон Артур мен Зак Паркерлер өте мағыналы қарсылас болар еді. Немесе осы салмақ дәрежесінде топ 10-дықта жүрген, үлкен жекпе-жекке ие бола алмай жүрген боксшылардың бірімен Хатаевты қойып, ары қарай мансабының дамуына мүмкіндік берген дұрыс деп ойлаймын. Мінекей құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, бұл тек менің ғана ойым, менің матчмейкерлік анализім. Алып қосарларыңыз болса, төменге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Осындай рубрика ұнайтын болса, қазақстандық кәсіпқой боксшылардың да мансаптарына байланысты матчмейкерлік анализдерді жасап беремін. Жеңіс сәттеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.